Күн яхшы болсын, Ноғайл FM радио тыңлаушылар. 103.2 толқынында туған тілде хабарласуымызды баслаймыз. Өрметлі радио тыңлаушылар, бүгін бізде Ноғайл студиясында қонақта бәріңізді сүйет аған, бәрімізге де белгілі Ноғай жігітіміз Даниял Исакаев, Достар ТВ. Бегару білесіз, рекламаға керек тұл. Яңларда біздің Қарағасал орта мектебіне балалармен, оқушылармен жолығыс озғарған едік. Сонда ол менің тұлпаршыларымның жүрегінде бек сіңіп қалды. Алтынай Учемисова, 6 классын оқушысы, Даниял Исакаев мой кумир деп сочинение yazды. Ол Орленок Дагестан деген газетте де шықты. Соғырды ойлаймын, о біршкенке бір зат, мен айту мәнесі, кішкейменде, үйкенменде евін тауып, бір тіл тауып сөйлеп болатаған, Ноғай халқымыздың тілі, мәдениеті сақлансын деген тарихын ес беріп, сондай үйкен құлығы басылаған Даниял Исакаевқа бүгін сөз беремін. Бүгін бізге келген аяғың ярасын. Хош келдің. Өзің міне бүгінгі құрия тұрған телевидениенің ақында да bizim радио тыңлаушыларға тізіп хабарларсын деп сенемін. Таң яқшы болсын, Сәлімет Ахматовна, таң яқшы болсын бәрі тыңлаушыларға. Бұнда ертең әдем сесі еріне келген еғады. Біз үйренгенбіз, кеш заманда ішлеп, amma былай болса да кешірісті ойлаймын. Өзім районыма, туған районыма, туған ауыл беттеріме келмеген мен әрдеймді. Маға сүйінішті, сөйтіп әрдеймді заман болмайды, өзіміз қалада тұрамыз. Amma келген заманда сөйтіп андамында кіріп қалса, радио шақырғаныңызға бірінші сауал айтпай сүйем, Сәлімет ағай. Сізбен хабарласу әрдеймді тәтілі, дұрыс сұраулар бересіз, дұрыс құлық етесіз, сөйтіп көтіп халыққа тыңлатсаңыз, басқа егіттер, басқа қатынлардың сестерін дұрыс бар деп ойлаймын. Біздің бүгіндерді үлкен құлық етіп жүрік, міне пандемия заманда көбісіне қиын ел болды, әне бізге де қиын болды. Amma әрбір қиындықта да адам өзінің ерін тауы керек деп сөз бар. Сол көрі қиын заманда бас құлықтан бос заманда басымызға ой кел телевидение. Міне бізде Алла шүкір радио бар. Телевидениеңіз болса бек әрі ордып, кедермен сүйірді сөйлесіп ойландық. Сонан бері сол құлық туып бастады. Заман көбеді, ұшын айтса, анда мұнда званлап, анда мұнда йолғысып, мен Москвада да болып келдім. Мен Карачаев-Черкесиде болдым, Астраханда болдым. Әр ердің активымын, міне етекшілерімен алып сөйлеп, әр бір ердің маслағатын тыңлап, өзіме бір үйкен мәселе шығардым деп ойлаймын. Соны шығарғанда бәрді бір тілгі келділер, Ноғайға керек. Орысша айтқанда площадка. Бір ол ерді бәрді сыйлау керек түрінде қалар. Біздер өкінішке сұраулар бар, біз тіл білік таппайтан сұраулар. Телевидениемен Алла шүкір қиын сұраулар кіргістің келмейді. Асылында мәдениет болсын ішінде, Ноғай тілді бірлендіру болсын, көтеру болсын, сондай мәселелер болсын деп өзім ойым бар. Көп архивтан тауып, мұнда Яхяқайға йолығып, Нарибек абайға йолығып, басқа Тахир ағайға йолығып, бәр Яскөнерге йолығып, архив көтердік. МПЦ-дің орнына алдын бәріңізді білесіз, 2001-ден 2003 жылға дейін 2 жыл телевидение болған Ноғай елді. Яхяқай берді бізге кассеталарда, 101 зат кассета бар онда, біз яртысын, бүгінгі дейін еттік, бек көп ішінде материал, оны қарау керек, оны бөлу керек, оны кесу керек, көбісі осал материал, сесі естілмейді, көп құлық етілі жатыр. Сонан да себеп, біздің телевидение біріншілей болайық, міне 9 волнаға құсаяқ біраз. Неге десе, онда көп музыкальный роликтер болайық. Басында біз ойладық, Ноғайда не оңған барды ролик. 2-3 ролик өзіміз снимадікіміз, менде Сатыров достарым, анеде Айгүл. Yok, қазып қаранда бүгін ярты жылдан артық кетті, 310 ролик еттік музыкальный. Таптық соны. Соның ішінде міне Әсет Күмратов абайдың 81 жылын ролигі да бар, ән елғы роликтар да бар. Сол көрі әрбір ясы көңгіді, ясқа да біз сонынан бір қарауын табарымыз деп ойлаймыз. Неге десе бәрді қарасы кінді ойлаймыз. Сол көрі асылында болайық музыкальный роликтар. Оннан басқа, міне Ноғай тіл, міне Сәлімет абай сізге үміт. Сіз етпесеңіз, сізден басқа артық білетін әдім барды ойламаймын мұнда. Басқаларыма қосылып нет болса да, сол етсекіміз, неге десе балаларымыз Ноғайша сөйлемейді, өзіңіз білесіз, ол мәселе бәрді біледі. Басқалай дін бөлігін біраз қосымыз келеді, дінде де Ноғайдың міне Ханафи мазғаптың өзінің асыл дінінің ақында болса кедермен сөйледім, разылығын білдірді кеділер. Хабардан зат пака ет болмайықмыз, ол кішке қиын зат, өкіметтен біраз өкіметтің сөзі керек, онда сол көре басынап өзіміз опыт алсақ, дұрыс барды ойлаймын. Неге десе арамызда
бір адамда жоқ телевизионный образование. Ол бізге қиын, ноғайларда біз оқыман. Бір-екке де бар, олармен сөйлеп отырық. Аттарын айтпай тұрайым, Алла шүкір ішлесе, ойлаймын өз құлдығын етер деп ойлаймын. Ondan басқа құтлаулар боларды ойлаймыз ішінде. Тақпақлар еттік, міне біз кеткен конкурс еткенде көп материал біз әзірледік. Біз онда міне сразу айтқан едік, горизонтально снимать етіңіз деп, ол біз алдыңдан біз ойлап еттік, оны телевидениеде кірер деп, сол негізі телевизорда горизонтально тұрады. Онан басқа сол тақпақлар нелер, соны заттар. Тарих бойында мен сөйледім, Ахмет Амишмен сөйледім, Айгүлдің Асқаяқлы бар, Петигорста сөйледім, тарих білушілермен. Олар өзінің құлдығын етедіп сөз берділер. Сөйтіп енарды ойлаймын. Біріншілей басылау, міне енді өзіңіз сұрау туғандырды ойлаймын. Қай заман Даниял бір көптен айтуды сен міне болмайды деп. Біз міне биыл қарадық, неге десе қайт бол сөйт бастама сөйт етіміз келмейді, неге десе осыны айтар ма? Бұл қайтыда бұл оншам құлдық атып тұрып, нет тұрып. Айтпас үшін көп ақша шықты, 2 миллионнан артық ақша бүгінгі дейін шықты соға. Берілген уже ақша, ол бірес компьютерінде болдық. Сайт, приложение, объект, бақазатылар. Şu yatırım құлығыңызда сіздің спонсорларыңыз кімдер болады соның ақында? Біздің спонсорлар үшін айтсам, біз кәдімгі жолықтық, бәрі алдыға шықпадылар. Жоқ деп айтқандар да болды. Енді жоқ болса жоқты, бір өмізге де айтпас үшін бүгін ақыным жоқ, бір адамға да ақыным жоқ. Әр адам өзіне яшау бар, өзі біледі қайтып ақша тапқанын, оны берсін де біреуге де жоқ. Амма арасында бір көп адам айтпас үшін, міне бар ағалар, Юлакаевлар деп қоясыла олдан Ростовта яшайды біріншілер, олар шықтылар алдымызға. Сау болсындар, көп ақша берділер. Жұмагешев Солтан менің досым бар, Қарағастың кеугедесін мен біліпсін, ол досым шықты, Бекқа берді. Бекмырза Құдайбердиев әруі көмек етті. Біздің Ераушымды Жанны Мұсаева материалы көмек етті. Менің сыйлы ағам Әлбек Ямполов көмек етті. Сондай мұндай әлі біреулерді айтпан болсам да айып етпеңіз, барды есімді түбім. Ама әрбірісінің аты yazулы, әрбірісінің аты мен Инстаграмға салған, бір өттік білетпейін деп. Ақшаларын жазып атым, неге десе анау айтар мен аз көп берін деп. Міне шу сұрау бергенде бір Азда ниет, көпті ниет. Міне шу аз дегенде бір есіме бір зат келеді. Бір қыз жазыпты. 14-15 жасы білмеймін. Бақыр 200 мәт ерді. Бит жазыпты. Даниял ақай, шу телевидение ашыңызда бек керек етті. Мен ойлаймын, шу бәрінің ішінде де 50 мәт берген адам мен 200 мәт берген. 200-дің заты бағалы болса ерді ойлаймын. Неге десе тілейді. Жоқ ерден тауып бергендір школьница оқыту. Ойлаймын, шу қыз үшін мен шу телевидение тоғызсам, борышым етерімді ойлаймын сонда. 200 мәт берген адамға қайди бағалы ақша оғай беру. Сол көрі солай саулыңыз бүгін. Әрбір адам ақшаман болмайды. Біреуде ақша жоқ болар, может быть, сөзбен көмек етер. Бізге о да ярайды. Сөзбен, материалман, мәшімен біреге елтер, нетер, көмек, түрлі көмек керек. Құр ақшадан да болып қалмайды. Сол көрі солай. Міне музыкализатыңды еткен заманда сіз оны бөлексіз да, бұрынғы елдар, әлгі елдар араластырып кетейік па? Соны біз әлі үйкен ойда араластырып кетпес ойлаймын, кішке бөлерміз де ойлаймын. Осын бөлу баслап замандарман, ескі елдар, яңғы елдар, осын бөлу мысалы болады мәселелер мен, ана тілін ақында елдар, туған ерінде ақында елдар бізді көп, шөл ақында елдар көп, сүйім ақында елдар көп. Оны біз ойлауда, собая бізді опыт етпейді, мен ойлаймын, сол темалармен бөлсек дұрыс болды ойлаймын. Заманды біліп, мысалы айтқанда құлықтан келгенде 6 сағаттан алып, ясикондар нелер, ясиконларға күндіз бермеді болады, ясикондан зат, негізі олар үйде болады, пенсионерлер нелерді, біздің мамаларымыз нелеріміз. Ястар құлықта заманы болмайды қарама, мен ойлаймын, оларға біздің 6 сағаттан соң берме боламыз, бір еткен құлығымыз бар, біздің сыртта тұратын оғайларымызға деп, ертерек бастаяқ боламыз вещание, мысалы айтқанда міне, 3-тен 6-ға дейін берсек, оларда құлықтан соң заман болады. Осымен біз сол берген бөліклерімізді тағы да қайтарып 6-тан 9-ға берек боламыз. Біз бітті яшетан, қабылы бітті яшетан ноғайларға. Біреу анауды қарамаса, осан қарар, біреу үспетпесе қарама. Сондай ойымыз бар. Міне біздің ноғайларымыз жетімсіздер, үстінліктер деп, мысалы, Арслан Желиевті спорт тармағында кедемізді білеміз, Бабертта, Геметюбеден оғай кедеміз, Батыр Газиев. Оны спорт, маданият, сондай бөліктер болияқ, яңылықтарын айтияқсы да, мына екі хабар естік, чемпион болды, еңді салы Россиялық атқа барып айттырияқсы болсы? Алла берді, сода ойымыз бар, спортты бір-екі кедемін районда спорт бойында еттан құлық сөйледім, өз ойларын айттылар. Міне бізді қиынлық қайды, бізді географический қиынлық. Бір кеде Альберт тұратын Нижневартовскта, Арслан тұрады Москвада, басқа кеде тұратын Геметюбеде. Бізде бүгінгі кендесі онлайн бар, интернет бар, еверме болады, видеоматериал. Бізде видеоматериал, телемос, соғыстап
бәрісті спорт біріншілей зат, неге десе спорт әру зат, жастар көтерілсе екен соларды көріп. Міне біз Инстаграмға көп саламыз. Сондай бір адамымыз да бар, дұрыс айтасыз. О затларда бегару деп ойлаймын біздің ноғайларға. Міне 9 балнады қарайсыңшы, онда яңларда Жанна Мусаева ерлан айтады, ор айтады. Сөйтіп біздің телевидение, радио ноғайлмен тар байланыста болатпыз, біріңізге материал беріп саларса. Менің үш жолдасым бар, Чембурбек яратушылық жолда әру ішлейді. Сондай егітлерді, өнерлі егітлерді төгөреңге енап, мен ойлаймын, иншаллах, şu біздің телевидениеміз жашауға енердік. Мен шындай ерді айтпас үйем, міне біз ашық, менің жүрегім де, қолым да, есігім де ашық. Бүгін міне кім не біледі, кім не көмегет болады, қайди бір сөз айтса да, міне былай етсіңіз айтса да, звонлаңыз. Менің номерім, телефоным бірді тынмайды. Мен кешелеп те звонт етіп боласыз маға. Мен әрдеймді ашық. Мен кедерме сөйлеп, міне Асан досыма, Адыр досыма сөйлеп, үйрен қалпым оларыма сөйлеп. Ызғар солармен көп ішледім кедермен. Сол көрі мен әрдеймді ашық. Міне бізге көмек керек үшін айтсам. Бір өйдің может материал бардыр, атасының бір записі бардыр. Бейге беріңіз сонда. Өзіңіз кәрі үшін атаңыз аты шығарын етер. Бізге міне басында, осын біз айырып бастамыз. Хейдеді ойлайым заманда әлі ашық. Әлі сіздің затың передачаңыз ноғай тілді болақ, басынан елеті орыс тілді. Екі тілді болақ, неге десе бар қиындық. Мен Астраханға барып көріскенде, юрт ноғайлармен мысалы көріскенде, біз бірімізді өкінішке аңламадық. Юрттағай отым, еді қабанлармен әр сөзімізді келіспейді. Сол көрі орысша болмаса болмайды басында. Мен оны көп ойлап қарадым. Таза ноғайша біз аудиторияның яртысын біраз кем етеміз. Бізді мұратымыз қайди, қарасы екен бәрді, көріс екендер. Ноғайлардың ақында орыс тілді айтылды. Ноғай тілді болайық онда. Міне мысалы біз кеш хабар интервьюлар 8 интервью еттік. Міне да Арстанов Ахмада, Қиман Тайгермен немен орысша да сөйледік, ноғайша да сөйледік. Бір өдек бөлемесін деп. Неге десе бізді түркілерді қарайды екен. Оғын маға Рафик Сатликов досымыз звонды екен, сені мұнда қарайды екендер дейді. Мен сосын мұны ойлаймын, бұл қалай болды, орысша сөйлесем, алар аңламайды. Екі тілді де болмаса болмайды оны. Ол көп ойлады ғой. Сол көріп біріңіз өкпелемеңіз, айтпаңыз мен, ноғай қая деп. Аңлаңыз, басқа ноғайлар да бар, олар түсінбейді әлі біздің тілімізді. Біздің бірінші мәселеміз соларды білмейді аларды ноғайша үйретті. Дұрыс айтасыз. Көп сау ол, Даниэл. Біздің енді радио тыңдаушыларға да шу келген Тана елінде өзің görәуіңді айт кет. Тана елін таңа дейол бәрдіңізді егіт болыңыз. Мені әне елден көрген яңылыстарыңызды алып сояңыстарыңыз қайтарламаңыз. Неге десе, әне ел бәрімізді әне ел күшілеткендер деп ойлаймын. Мен өзім мысалыма бәріңіз яң елді әдемшілік болсын, әрілік болсын. Мені бұл телевидением ала берді басласақ, біз уже юридический оформлениесін оны басладық. Мен ойлаймын, шу ел бағысланса, шу телевидение туды деп ноғайды. Алла бердіған болса. Мен ойлаймын, келген елларда бәрісті әрі болады. Бәріңізге де аманшылық, тынышлық, денсаулық болсын. Балалар, ясиконлар, ясішкелер. Сүйімдікке орайын бәріңізге де сау болыңыз. Көп сау, Даниэл Исакаев кедеміз радио тыңлаушыларымыздың атынан бүгін сағады ораймыз. Берден саулық, шу басылаған яратушылық жолың ашық болсын, тегіс болсын, дайымды жолындаса, игі адамдар қолын созған, жұртшы адамдар көп қарсы келсіңдер. Жұртшы деген патриот. Аял радио тыңдаушылар, сау болыңыз, аман тұрыңыз, көріскенше күн жақсы.